Саламатсыздарма құрметті 5 сыныптың оқушылары. Мен бүгін сіздерге 5 сыныптың математика сабағынан ең кіші ортақ еселік деген тақырыппен таныстырып, соған сәйкес есепті шығарту жолдарын түсіндіріп көрсетіп беремін. Бірінші есеп 297 есептен бастаймыз, яғни 6 мен 8 деген 4 пен 7-нің, 9 пен 15-тің, сол сияқты мына берілген 9 есептің ең кіші ортақ еселіктерін тиімді тәсілмен тауып көрсетіңдер дейді. 6 мен 8-ні анықтау үшін бірінші біз орындайтын жұмыс 6 мен 8-ді жай көбейткіштерге жіктеп шығамыз. 6-ның жай көбейткіштері 6 2-ге бөлінеді, 3 шығады, 3-ті 3-ке бөлеміз, 1 шығады. Одан кейінгісі 8, 8 2-ге бөлінеді, 4 шығады, 4-ті 2-ге бөлеміз, 2 шығады, 2-ні 2-ге бөлеміз, 1 шығады. 6-ның жай көбейткіштері 2 көбейту 3 деген сөз, 8-дің жай көбейткіштері 2 көбейту 2 көбейту 2 деген сөз. Енді осының ішінен 6-ныңки 2 көбейту 3, 8-дікі 2 көбейген 2 көбейген 2, яғни 2-нің 3-ші дәрежесі деген сөз. Енді ең кішкентай ортақ еселік дегеніміз қысқарып жазылады осылай. 6 мен 8-дікі деп қарастырамыз. Енді қараңдар, бұл жерде 6 мен 8-дікі екеуінің де құрамында қайталанып тұрған санды анықтап аламыз. Бірінші екеуінің де құрамында қайталанып тұрған санды тауып аламыз. Ол 2 деген сөз. Міне 2, мына жақта да 2 бар. Қайталану шарт деген жері жоқ, бірақ енді қайталанып тұрған санды анықтап, соны орналастырып аламыз. Қайталанып тұрған сан, яғни екеуінде де 2 деген сан бар. Демек, сол 2-нің ең көп дәрежесін қарастырамыз. Бұл жерде дәрежесі ең көп. Қайсы біреуінде 6-да 1 рет, 8-де 3 рет. Демек, 2-нің 3-ші дәрежесін аламыз, ең көбін аламыз. Сосын бір-бірінде қайталанбай тұрған, бірақ әрбір санда жазылған басқа көбейткіштерді алып шығамыз. 8-де тек қана 2, 6-да тағы 3 деген бар. 3-тің ең көп дәрежесімен аламыз. 3 өзі бұл жерде жалғыз бір дана, демек 3-тің өзін аламыз. 2-нің 3-ші дәрежесі ол 8, 8-ді 3-ке көбейтсек 24 болады. Демек, 24 екен бұның жауабы. Ең кішкентай ортақ еселік 6 мен 8-ге 24 деген жауап шықты. Яғни бұның мағынасы қандай? 24-ті біз 6-ға да 8-ге де бөле аламыз. Яғни ең кішкентай ортақ еселік 6 мен 8-ге бөлінетін сан, ең кішкентай 6 мен 8-ге бөлінетін сан ол 24 деген сөз. Біз соны анықтауымыз керек. Яғни негізгі қасиеті, негізгі ережесі сол. Түсінікті ғой, иә? Келесі 4 пен 7-ні анықтайық. 4 пен 7-де 4-ті жай көбейткіштерге жіктесек 2, 2, 2, 1 шығады. 7-де 7 болады, сонымен 1 шығады. Енді бұл жерде ең кіші ортақ еселік 4 пен 7 деп жазамыз. Екеуінің де құрамында қайталанып тұрған сан жоқ, көріп тұрсыңдар. Яғни бірден басқа, ешқандай бізге ештеңені өзгерте алмайды, сондықтан бірді жазбаймыз. Енді екеуінде жеке-жеке қатысып тұрған, біреуінде 2-нің 2-ші дәрежесі бар. Екеуін де аламыз. 2-нің 2-ші дәрежесі ең көбімен алам. 7 бар. 7-нің ең көп бір рет қатысқан, оны да жазамын. 2-нің 2-ші дәрежесі 4, 4 7 көбейтсем 28. Демек, 4 пен 7 бөле алатын ең кішкентай сан ол 28 екен. 28-ді 4-ке де бөлуге болады, 7-ге де бөлуге болады. Түсінікті ғой, иә? Яғни бүгінгі сабақтың негізгі тақырыбы осындай, мағынасы осындай деген сөз. Енді 9-сын көрсетіп берейін. 9-сында ең кіші ортақ еселік 10, 14, 35 деген сандардікі. Осылардың ең кіші ортақ еселіктерін анықтаймыз. Ол үшін 10-ның жай көбейткіштерге жіктеп шығамыз. 2-ге бөлінеді, 5 болады, 5-ке бөлінеді, 1 болады. Келесі 14 болады. 14-ті 2-ге бөлеміз, 7 болады, 7-ні 7-ге бөлеміз, 1 болады. Келесі 35, 35-ті 3-ке бөлуге болмайды, 5-ке бөлінеді, 7 шығады, 7 болады, 1 болады. Енді қараймыз, мынаның құрамында 2 бар, мына жерде 2 бар, мына жерде 5, 7. Қатысып тұрған, үшеуінде де қатысып тұрған барлық бір-бірінде қатысатын сандарында, қатыспайтын сандарды да жазып шығамыз. 2-нің ең көбі қай жерде қатысып тұр? 2 бір рет қатысты, 2 бір рет қатысты, мына жерде вообще жоқ. Демек, 2 ең көп бір рет қатысып тұр барлығында, демек біреуін жазамыз. 5 мына жерде біреу қатысып тұр, мына жерде біреу қатысып тұр, мына жерде жоқ. Жоқ болса да ала береміз, яғни ең көп қатысып тұрған біреуін аламыз. Қайсының құрамында ең көп қатысып тұр, барлығында бір-бірден қатысып тұр, яғни екеуінде. Демек, оны да аламыз. Енді 7 деген сөз екеуінде бар бір-бірден, үшіншісінде жоқ болса да ала береміз. Яғни қатысып жай көбейткіштерге жіктегенде 3 санның құрамында қатысып тұрған барлық қатысушы сандарды аламыз көбейтінді ретінде, және оның ең жоғарғы дәрежесімен аламыз. Бұл жерде барлығында бір-бірден қатысып тұр әрбір сан, сондықтан 7-нің ең көбі 1 рет, 5-тіңкі де ең көбі 1 рет, 2-ніңкі де ең көп 1 реттен қатысып тұр. Көбейтеміз 10, 70. Демек, 70 деген санды 10-ға да, 14-ке де, 35-ке де бөлуге болады. Мына үшеуіне де бөлінетін ең кішкентай сан ол 70 екен. Түсінікті ғой, мағынасы сондай. Бұл тақырыптың мағынасы осы. Келесі тапсырма.
Кезектегі тапсырмамыз жай көбейткіштерге жіктеліп жазылған сандардың ең кіші ортақ кеселігін табыңдар дейді. Жаңағы ереже бойынша мен біріншісінікін осы жерге жаза саламын, яғни оны ең үлкен, ең кіші ортақ кеселік деп жазбай, 2-3, мына жерде 2-7. Демек, 2-ні біреуін алам, 7-ні алам, 3-ті алам. Сонда 2-ні 3-ге көбейтеміз 6, оны 7-ге көбейтеміз 42. 42 екен біріншісінікі. Екіншісінікі 2 рет қатысып тұр, демек 9 көбейген 5, 1-1-ден 5. Тең ол 45. Мынаның ең кішкентай ортақ кеселігі 45 екен. Келесі 2 рет қатысқаны бар, 3 бар, 5 бар. 2-нің 2 рет қатысқаны 4 деген сөз, 2-нің 2-ге көбейтсек 4, 4-ті 5-ге көбейтсек 20 деген сөз, оны мына жерде 3-ке көбейтеміз, сонда 60. Мына жерде 60 екен. Келесі біреуінде 2-нің 2 рет қатысқаны, мына жерде 3-тің 1 рет қатысқаны, мына жерде 5-тің 1 рет қатысқаны бар. Солардың барлығын ретпен көбейтіп шығамыз. 2-нің екінші дәрежесі 4, 4-ті 3-ке көбейтсек 12, 12-ні 5-ке көбейтсек 60. Демек, мына жерде 60 шығады. Ең кіші ортақ кеселік. Пи мен т деген сан, яғни 2-ні 7-ге көбейтсек пи деген сан шығады. Ол 4, 28 деген сөз. Осымен т-ның ең кіші ортақ кеселігі. 4-ті 7-ге көбейтеміз 28, 28-ді 3-ге көбейтеміз. 7-ге көбейді, 2-ге көбейді, енді 3-ге көбею керек қой. 2, 4, 4-ті 7-ге көбейтсек 28, 28-ді 3-ге көбейтсек 60, 24, 84 болады. Келесі 2-нің ең көп қатысқаны мына жерде, 3-тің ең көп қатысқаны мына жерде, 5 екеуінде де 1-1-ден. 2-ні 2-ге көбейттім 4, 9-ға көбейтем 4-ті 36, 36-ны 5-ге көбейтем 150, 80, 180 болады деген сөз. 180-ді мына санға да бөлігі болады деген сөз. Бұл яғни мынаны көбейткен кезде анықталатын сандар ғой олар. Келесі тапсырма кезектегі. Сандарды жай көбейткіштегі жіктеп ең кіші ортақ кеселігін табыңдар дейді. Қиын емес, бұл да жаңа ереже бойынша бірінші жоғарыда орындаған есеп сияқты орындаймыз. Мына үшеуі бары ең соңғысын көрсетіп беремін, мысал ретінде біреуін. 21-ді жай көбейткіштерге жіктейміз, ол 3-ке бөлінеді, ең кем дегенде 7 шығады, 7-ні 7-ге бөлем 1 шығады. Келесі біреу 28, 28-ді біз 2-ге бөлеміз, 14 шығады, 14-ті 2-ге бөлеміз 7 шығады, 7-ні 7-ге бөлем 1 шығады. Одан кейін 35, 35-ті бөлеміз 5-ге, 7 шығады, 7-ні 7-ге бөлем 1 шығады. Енді ең кіші ортақ еселік деп жазамыз, 21, 28, 35 деп аламын. Барлығынан, яғни 3 деген ең көп қайсы біреуінде қатысып тұр? Осы жерде 1 рет көбейген. 2 ең көп қанша рет қатысып тұр? 2 рет осы бір санда. Демек 2-нің екінші дәрежесі көбейген. 7 ең көп 1 рет қатысып тұр. Осы жерде 7 көбейген. 5 мына жерде 1 ғана қатысып тұр. Оны да аламыз. Енді барлығын көбейтіп шығамыз. Мына жерде 4, мына жерде 3. 4-ті 3-ге көбейтеміз 12. 12-ні 7-ге көбейтеміз. 12-ні 7-ге көбейтсек, 12-ні 7-ге көбейтсек 5-еуі 60 болады, 74 па? 12, 74 бола ма? 60, 84 болады. 84-ті 5-ге көбейтеміз, 840, 840-тың тең жартысы 420. 420 деген сан 21-ге, 28-ге, 35-ге бөлінеді деген сөз. Тексеріп, яғни осындай ретпен орындап шығуға болады. Келесі тапсырма кезектегі. Ол яғни бос орындарды толтырып шығыңдар дейді, мынау сияқты тор көздерді. 3 пен 40-тың ең кіші ортақ еселігі ол 120. Себебін қазір түсіндірем. Себебі 3-тікі тек қана 3 болады, 40-тың құрамында 3 жоқ, яғни жай көбейткіштерге жіктеген кезде 40-тың ішінен 3 шықпайды. Сондықтан 40 пен 3 көбейіп кетеді. Мына біреу жай сан болса, демек екіншісінің құрамында ондай сан болмаса, екеуі көбейе салады. 33 пен 7, бұл жерде де 33 пен 7 көбейеді. Себебі 33 дегеніміз 3 пен 11-дің көбейтінісі 7 жай санның өзі. Сондықтан 33 пен 7-ні көбейтеміз. 33-ті 7-ге көбейтсек 7-еуі 210, 21, 231 деген жауап шығады. Келесі 28 пен 20. Екеуінде де құрамында қайталанатын сандар бар, сондықтан бұны ретпен жазып шығуымыз керек. 28-дікі 2, 7 деген сан шығады. 20-нікі 2, 5 деген сан шығады. Сонда 2 мен 2-нің екеуі бар, 7-нің 1-1-ден 7, 1, 5 біреуі бар. Сол кезде болады 4 көбейген 5 көбейген 7 деген. Бұл жерден 35, 35 4-ке көбейтсек 70, 140 болады. 140-ты 28-ге де 20-ға да бөлуге болады деген сөз. Мына жерде екеуінің де құрамында 7 шығады. Біреуінде 3, біреуінде 2 бар. 2-ні 3-ке көбейтсек 6, 6-ны 7-ге көбейтсек 42. Демек 42-ні 21-ге де 14-ке де бөлуге болады. Ең кішкентай екеуіне бөлінетін сан ол 42 екен. 8 пен 12-ні қарастырамыз. 8-дің құрамында 3 2 бар. 12-дің құрамында 2 2 мен 1 3 бар. Демек 3 2 8 болады. Оны 3-ге көбейтеміз 24. 24 дегеніміз 8-ге де 12-ге де бөлінеді. Яғни бұның барлығын жай көбейткіштерге жіктеу арқылы анықтасаңдар болады. Мен мына жерде ауызша есептеп кетіп жатырмын. Сендер тексеріп алсаңдар болады. 38 пен 19 екеуіне де
Ең үлкен, яғни екеуі де бөле алатын ең үлкен сан ол 38. Себебін қазір түсіндірем. 38 дегеніміз 19 көбейген 2, 19 дегеніміз жай сан, сондықтан 19-ның өзі болады. Демек, екеуінің де құрамында қатысып тұрған 19 бар, 19-ды біреуін аламыз. Енді біреуінің құрамында 2 бар, оны көбейтеміз, сонда 38. 38-ді 38-ге бөлуге болады, 38-ді 19-ға да бөлуге болады деген сөз. Осындай да жағдайлар қарастырылады. Екеуінің біреуі ең кішкентай ортақ еселік болуы мүмкін екен. Келесі есеп біріншісіне шығату жолын көрсетіп берген, екінші біреуін орындауды бастаймыз. Таңертеңгі сағат 8-де элеватордан астық таситын 3 машина шықты. Машиналардың біріншісін 3 сағатта, екіншісі 4 сағатта, ал үшіншісі 6 сағатта элеваторға қайтып оралып отырады. Егер машиналар бір қалыпты жүріп тұрса, олар сағат нешеде элеваторда қайта кездеседі. Яғни біріншісі 8 сағатта, таңғы 8-де екен ғой, таңғы сағат 8, таңғы 8 десе, мына жерге жазып ескертіп қояйық, 8:00-де. Енді қанша сағаттан кейін бұл екеуі кездеседі? Сағат қаншада кездеседі? Соны анықтауымыз керек. Біріншісі 3 сағатта келеді екен, әр 3 сағатта айналып келе береді да. Екіншісі әр 4 сағатта айналып келе береді деген сөз. Одан кейінгісі әр 6 сағатта айналып келе береді деген сөз. Енді бұлардың қанша сағатта кездесетінін білу үшін ең кіші ортақ еселігін табуымыз керек. Яғни 3, 6, 4 деген осы сандардың ең кіші ортақ еселігін табуымыз керек. 3-тің құрамында 1 3 бар, 6-тың құрамында 2 көбейту 3 бар. Демек 3-ті алдым, 2-ні аламын енді. 4-тің құрамында 2 2 бар. Демек 1 2-ні жазсын, тағы 1 2-ні жазып қоямын. Сонда 2 2 болады. 4 3-ке көбейтемін 12. Демек әр 12 сағатта бұлар кездесіп тұрады деген сөз. Қайта. Демек 8-ге 12 сағат қосатын болсам, кешкі, яғни 8-де 20:00-де кездеседі. Тағы 12 сағаттан кейін 12 сағат болса, 2 сағат, 4 сағат неге кетеді, сонда таңғы 8-де кездеседі тағы да. Әр 12 сағатта қайталанады деген сөз. Түсінікті ғой, әр 12 сағатта. Міне 12 деген жауап шықты ғой, міне жауап. Келесі тапсырма. Сандардың ең кіші ортақ еселігін табыңдар дейді. Бұл қиын емес, біреуін көрсетіп берем. 4-сін көрсете салайын. 4-сінде, яғни жай көбейткіштерге жіктейсіңдер. Жай көбейткіштерге жіктеп, 88 жай көбейткіштерге жіктесек 2, 44, 2, 22, 2, 11, 1 болады. Келесі 132 болады. 132-ні 2-ге бөлсек 65, 66 болады. 2-ге бөлсек 33 болады. 3-ге бөлеміз 11 болады. 11 деген 1 шығады. Одан кейін 264 деген жауап бар. Бұл жерде 132, 2-ге бөлеміз 132. 2-ге бөлеміз, жаңа 132 шығып бет, 66 деген жауап шығады. 2-ге бөлсек 33 болады, 3-ге бөлсек 11 болады, 11-ге бөлсек 1 болады. Енді ең кіші ортақ еселік 88, 132, 264 деп аламыз. Тең барлығын құрамынан 2-нің ең көп қатысқан тобы аламын. 3-еуі бар, 2-еуі бар, мына жерде 3-еуі бар. Демек, ең көп 2-нің 3-ші дәрежесі көбейген. 11 1 рет қайталанып тұр барлығында. Ең көбі 1. 3 1 рет қайталанып тұр. 3-ті өзін жазамын. Сонда 8 көбейген 11 көбейген 3 болады. 88-ді 3-ке көбейтеміз деген сөз. Ол 240, 264 болады. 264 деген жауап алынады. Яғни бұл жерде 264-ті 88-ге де, 132-ге де және 264-ті 264-ге де бөлігі болады екен. Осы, яғни берілген 3 санның ішінен ең кіші ортақ еселіктің өзі анықталды. Яғни 264 өз құрамында берілген және жауабы да сол болып тұр. Түсінікті ғой. 303-ші есепте де дәл сондай ретпен анықталады. Онда да қиыншылықтар жоқ. Мысалы, біріншісін көрсетем, қалғандары сондай тәртіппен орындалады. Мысалы, 2-нің 3-ші дәрежесі ең көбін қарастырамыз дегенбіз. Бұл жерде 2-нің ең көп дәрежесі 2-нің 3-ші дәрежесі. Көбейген 3, екеуінде де 1-1-ден, демек ең көбі 1 рет. 5 ең көбі мына жерде берілген, мына жерде біреу ғана 5-тің квадраты деп аламыз. Енді 2-нің 3-ші дәрежесі 8, көбейген 3-тің өзі, көбейген 5-тің квадраты ол 25. 25-ті 8-ге көбейтеміз, яғни 4-ке көбейтсек 100 болады. 8-ге көбейтсек 200 болады, 200-ді 3-ке көбейтсек 600 деген сөз. Сонда мына А саны мен Б санының ең кіші ортақ еселігі 600 екен. Дәл солай кейінгілерінде анықтап алуға болады. Мысалы, екіншісінде 2-нің 4-ші дәрежесін аламыз. Ең көбі 3-тің квадраты, мына жерде 3-тің квадраты берілген, демек ең көбі 3-тің квадраты болып тұр. Енді 5 бар, мына жақта қатысып тұр, мына жақта жоқ, яғни 5-ті де аламыз деген сөз. 2-нің 4-ші дәрежесі 3-ші дәрежесі 8 болса, бұл 16 болады, мына 9 болады, мына 5 болады. Енді көбейтеміз. 16-ны 5-ке көбейтсек, 160-ның тең жарымы 80, 87-ді 9-ға көбейтсек 720 деген жауап шығады.
С саны мен D санының ең кіші ортақ кеселігі 720 екен. Түсінікті ғой. Келесі тапсырма. Кезектегі келесі тапсырмамыз 69, 85 саны ең кіші ортақ кеселік болатын өзара жай сандарды жазыңдар дейді. 69-дың және 85 саны ең кіші ортақ кеселік болатын өзара жай сандарды жазыңдар. Қараймыз. Бұл жерде 69 бен 85 үшін саны ең кіші ортақ кеселік болатындай өзара жай сандар деп қандай еді? Екеуі де жай сан болатын сандарды қарастырғанбыз ғой. Я болмаса екеуінің біреуі. Яғни бұл жерде айтып тұрған екеуі де жай сан болу керек деген сөз ғой. 69 қай санның ең кіші ортақ еселігі? Қай екі санның? Яғни 23 пен 3-тікі. 23-ті 3-ке көбейтсек 69 ғой. Екеуі де жай сан, сондықтан екеуі бір-бірімен көбейеді, 69 шығады. Ең кіші ортақ кеселік 85 үшін қандай болады? 85 үшін ойналып қарайық, яғни 5 пен 17 деп қарастыруға болады. 17 және 5-тікі. Яғни екеуі де жай сан, өзара жай сандар деп қарастырамыз. Екеуін көбейтінсе 85-ті береді. Демек, 17 пен 5-тің ең кіші ортақ кеселігі 85, 69-ға 23 пен 3 деп қарастырдық. Жаңа біз есептеп жүрген есептің кері есебі болды да бұл. Солар ұқсас, тек қана кері есеп. Сәуле мен Зарина қатар жүріп келеді. Сәуленің қадамы 70 см, ал Заринаның қадамы 50 см. Қандай ең қысқа қашықтықта олардың қадамдары қатарласады? Яғни екеуінің қадамы бірдей түседі деп тұр ғой. Біреу 70 см, біреу 50 см екенде қадамдар. Сол қай кезде екеуінің қадамдары бірдей түседі деп тұр. Ол үшін 50 мен 70-тің ең кіші ортақ еселігін анықтауымыз керек. Ең кіші ортақ еселік 70 пен 50. Жай көбейткіштерге жіктейсіңдер, солың ішінен анықтайсыңдар. Оның ішінен шығады 350 деген жауап. Түсінікті ғой. Келесі квадрат пішінді бөлменің әрбір қабырғасының тұсында 2 үстелден қойып, 6 үстелді қалай орналастыруға болады дейді. Квадрат пішінді бөлменің әр қабырғасы тұсына 2 үстелден қою керек. 6 үстелді қалай орналастыруға болады? Ол үшін біз бұл енді логикалық есеп болып тұр ғой. Квадрат алайық. Міне квадрат. Бұл жерден 2 үстелден дейді. Мен бір бұрышқа, яғни мына бұрышқа 2 үстелді орналастырам. Бұл мына қабырғаға да тиісті, мына қабырғаға да тиісті қарастырылады. Түсінікті ғой. Мына бір үстел мына қабырғаға да тиісті қарастырылады, мына қабырғаға да тиісті, мына бір үстел мына жаққа да қарасты, мына қабырғаға да қарастық есептелінеді. Қалғандан мына жақтан есептейміз. 1, 2. Яғни мына қабырғада 2 үстел, міне. Мына қабырғада 2, мына қабырғада тағы 2, мына қабырғада тағы 2. Демек жалпы 6 үстел болды. Түсінікті ғой, я? Орналастыру кезінде мына бұрышқа орналастыру, яғни біз тиімді, яғни пайдалы өзіміздің пайдамыз үшін орналастырдық та. Ішін ені 5 см, ұзындығы 1 дециметр 2 см қорапшалармен толтыру үшін табаны квадрат пішінді жәшіктер дайындалды. Жәшіктің табанының ауданы ең кем дегенде неше квадрат дециметр болуы керек дейді. Яғни ол үшін біз ішін ені 5 см, ұзындығы 1 дециметр 2 см қорапшалармен толтыру үшін 5 және 1 дециметр 2 см дегеніміз ол 12 деген сөз ғой. 5 пен 12-нің ең кіші ортақ еселігін табуымыз керек. Ең кіші ортақ еселік деп аламыз. Тең 5 пен 12 үшін қанша болады? 60 болады. Демек, ең кем дегенде неше квадрат дециметр болу керек? Жәшіктің табанының ауданын есептейміз енді бұл жерден. 60 сантиметр болады. Бұл 60 сантиметр дегеніміз, мына жерде сантиметр деп есептей салайын, 6 дециметр болады. Оның ауданы, яғни S тең 6 көбейген 6 болады ғой. Бір қабырғасы 6 болса, квадраттың ауданын есептеу үшін 6-ны 6-ға көбейтеміз, 36 дециметр квадрат болады. Түсінікті ғой.